Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет іске-бастар жасайтын боламыз. Қатпарлы наннан, міне қараңыздар. Арасына пияз салып жасаймыз. Видеоның басынан аяғына шейін бірге болыңыздар. Ал енді қамырымыздан бастаймыз. Бізге 250 граммдай су керек. Бисмилля деп бастайық. Енді осыған бір шай қасық тұзымыз. Шай қасығым кішкентай. Сосын үй бөлмесіндегі комнатный температурада менде бір қасық сармай бар, үйдің сармайы. Енді салу қатты міндетті емес, не обязательно, просто дәмдірек болсын деп мен салып жатырмын. Су енді бәрібір қандай болса да, енді мұздай болсын, жылы болсын. Енді осыған біз еленген ұнымыз бар. Бізде 250 грамм су қанша ұн алады, сонша ұн салып қамыр жасайтын боламыз. Ұнымыз еленген. Май салып атқаным, енді қамыр дәмдірек болсын, жұмсағырақ болсын деп салып атырмын. Егер сармайларымыз болмаса, сұйық май кішкене 1-2 қасық, үлкен қасықпен құюға болады. Дүкеннің әдемі жақсы сармайлары бар ғой қазір, солардан кішкене салуға болады. Енді достар, мінекей қамыр жасаймыз. Қамырымыз осындай кішкене қолға жабысып, кішкене жұмсақ болғаны жақсы. Көрдіңіздер ме, қандай керемет қамыр шықты. Енді осы қамырды қазір мен кесенің ішіндегі обал, біз мамалар өстеміз ғой. Обал деп. Ішіндегісі қалып қойыпты кішкентай. Осы қамырды енді қазір біз ішіне салатын салмасы бар, әзірлейтін. Мен енді жаңа бәрін айтып үлгерген жоқпын. Осындай керемет қамыр шықты. Көрсетейін, қалай шыққан, үстінің үсті таза. Осындай кішкене жабысақ, бола берсін, әдемі болады. Жұмсақ қамыр болып шықты. Менде осылай етіп басын қырап, кішкене ішіне салатын салмамыз дайын болғанша жаңағы шарасына қайттан салып қоямыз. Мен осындай алдын ала уақыт алмайын деп, осындай 2 жуаны ашып қойдым. Менің жаңа пияздарым өте үлкен болғандықтан, енді негізі 2 шағын пиязда жарайтын еді. Мен осы барлығын салмаймын, осы біреу, сосын осының жартысын саламын. Кішкене ашысы кетсін деп, мұздай суға салып қойдым. Осыны енді кәдімгі тамаққа қосатындай қылып турап аламыз осылай. Көрдіңіздер ме? Бұлай ортасынан бөлесіздер ме? Бәрібір қалай турасаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Негізі бір жуада жетіп жатыр, мен кішкене дәмдірек болсын деп 2 пияз қосып жатырмын. Өзіміздің жақшамен айтып кетемін, енді өзіміздің тілде жуа деп. Пиязды мен көрермендерім пияз деп айтады, енді пияз. Пияз молырақ болса, дәмдірек болатын сияқты маған. Сіздер қалай саласыздар? Маған жазып кетіңіздер, комментарийлер жасап көрдіңіздер ме сіздер? Негізі өте дәмді болады. Негізі пияздың өзін баяғыда мамам сармайға бізге қорып беретін. Ой, өте керемет болады, нанмен жеп алсаңыздар, салат сияқты. Мен соны бүгін сіздерге нанның арасын салып көрсетейін деп тұрмын. Осы бір жуаны, сосын пиязды, сосын осы пияздың жартысын салам, жартысын алып қаламыз, керек емес. Табамызды отқа қойдық. Енді бізде сармайымыз, үйдің сармайы, кішкентай. Енді кішкентай дегенде үлкен қасықпен, енді бір сіздердің жуаларыңызға, пияздарыңызға байланысты болады. Мен үлкен қасықпен бір қасықтай сармай салдым, үйдің сармайы. Кішкене ертіп жүрейік. Жуамызды азғантай ғана қатты қуырмай, сәл-пәл осы майға қазір біз кішкене араластырып жұмсартып аламыз. Май еритін шығар өзі қазір. Енді осыған біз қазір тұз саламыз. Шай қасықтың жартысымен болады шығар. Мен шай қасым кішкентай. Сосын шай қасықпен тоже бір қасық паприка дейміз ғой. Қызыл ұнтақталған тәтті бұрыш шығар енді паприка. Сосын шай қасықпен
жарты шай қасық мен қант саламын. Қант салмасаңыздар да болады. Мен жай салдым, кішкене тәттілеу, тәттілеу бір не береді өзі, дәм береді. Енді осыны жақсылап жуамыз, кішкене басылғанша баяу отта азғантай қуырып аламыз. Құрметті көрермендер, боршым бар екен, ұмытып кеттім салуға. Азғантай қарабастан да салып жүрейік. Оны келтірсін кішкене. Енді мінекей жуамыз кішкене салқындады. Менде осындай жусай дейді. Кеше жұмыртқаға көшке қосамыз деп балалар алған екен. Кішкене түс берсін деп. Егер сіздерде болмаса, жаңағы ақ желкен, укроп, петрушка дейміз ғой, соларда қосуға болады. Болмаса, вообще қоспай-ақ қойыңыздар. Мен жай кішкене цветі түсі өзгерсін деп салып жатырмын. Енді салқындап тұр, біз енді қамырымызға көшеміз. Неке қамырымыз керемет болып тұр. Жұмсақ әдемі. Енді осыны екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп, екі осындай дөңгелек жасап аламыз. Сосын бірінен соң бірін қазір біз жаятын боламыз. Енді біреуін жаямыз, біреуін көрсетейін, сосын қазір көретін боласыздар. Өте дәмді болып шығады. Балалардың сүйіп жейтін тағам деп ойлаймын. Жаңа пияз жемесе, балаларымыз, кішкентай үйлегілер пияз жемесе, арасына жұмыртқа қуырып салуға болады. Жаңағы картофелімізді жаңағы күштен өткізіп, уақыттап турап пісіріп, сондайда салуға болады. Енді қатып қалған ештеңе де жоқ. Мен өзім негізі пиязды өте қатты жақсы көрем. Сіздер мүмкін қалай жасайсыздар, не саласыздар, маған да айтып жүрсіздер, жазыңыздар астына. Осыны жұқалап жайып аламыз. Енді уақыт өткізбей, жайып болғаннан кейін көресіздер. Қамырымызды жайып алдық. Мінекей қалыңдығы осындай болады. Еттің нанындай примерно солай болыпты. Әлде одан кішкене қалыңдау ма? Сондай да? Сондай мантыныкі сияқты. Мантыныкі сияқты. Енді жаңағы қортылған майымызды, қалған майымызды осының бетіне жұқалап жағып шығамыз. Енді барлығын көрсетіп уақыт алмай-ақ қояйын. Жағып болғаннан кейін көресіздер. Майымызды жақтық. Енді бүйтіп бір-біріне айқастырып былай жабамыз. Майды енді өздеріңіз білесіздер, кейбіреуі мысалы сұйық майда жағып жатады, арасына болмаса дүкеннің жаңағыдай маргариндарын жағып жатады. Мен енді өзімізге семьяма жасап жатқасын үйдегілерге мен кішкене адал, жақсы дәмдірек болсын деп сармаймен жасап жатырмын. Егер де қолдарыңызда болмаса, бәрібір. Енді осының арасына тағы да қалған майымызды тағы себелеп жағып жүрейік. Жұқалап. Сармаймен не жасаса да тәтті болады ғой. Тортасын алған жоқпын, тортасымен бірге. Баяғыда осы тортаға нан батырып та жейтініміз. Қазір енді зиян болып қапты, зиян ойбай жеуге болмайды деп жатыр. Білмеймін, енді табиғи ғой біздікі сармай деген үйдікі. Енді неке болып қалдық. Енді осыны тағы да бір-біріне жабатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ. Қазір біреуі неткенше кішкене қатады ғой шамалы. Бірақ ештеңе де болмайды. Осылай алып. Тағы да бір қалған майымызды тағы да жағып жүрейік. Тортасымен бірге керемет болады деген ойдамын. Енді арасына өздеріңіз білесіздер, не салғыларыңыз келеді. Мысалы, қуырылған жұмыртқада салуға болады, сармаймен, жаңағы пиязбен қуырып, не болмаса жаңағы сәбізімізбен жуа араластырып деген сияқты бәрін салып, осы қамыр дәл осындай болса, арасына бәрін салып пісіре беруге болады. Не болып қалдық? Енді бұны барлығын бүйтіп бүктеп аламыз. Ішінде ауа қалады, енді ештеңе етпейді. Бүйтіп
Енді жаңағы жасағанымыз бар. Сонымен бірге алғашқы жасағанымыздан бастайық. Мінекей бірінші жасаған қамырымыз күшті болып қалыпты. Формасын алып келейін бір жолата. Енді қазір қамырымызды кішкене қолымызбен бірінші үлкейтіп алайық. Жаңа жұмсақ еді, енді май жағып кішкене қойғаннан кейін қатыпты. Енді осыны кішкене формамыздың көлеміне қарай түрпіштетіп жайып аламыз. Осылай етіп жайып алдық. Енді қамырымызды көлбей тез форманы үстіне осылай етіп алып аламыз. Ровно істейсіз ғой. Енді қамырымыздың үстіне жаңағы пиязымызды салып шығамыз. Мен молырақ қылып жасадым, дәмді болсын деп. Өзі бір салат сияқты осы, керемет дәмі. Сармайға жуақ құрып көріңіздерші, үйде өте дәмді болады. Енді қолымызбен ақырындап бисмилла деп жазып шығамыз. Барлығына осылай düzgün етіп. Екіншісін де жайып алдық. Енді осыны бисмилла деп үстіне қоямыз. Тартып алайық. Енді бірдей ілестіріп аласыздар. Сосын әдемі тұра қалды ғой бетіне. Ортасын жабамыз ба? Жапқанда беткен жақтарын кішкене қолмен басып жіберуге болады, ақырындап. Жұмыртқаның сарысын алдық. Оған бір шай қасық, жеті екен бір шай қасық. 2 шай қасық. Өйткені банкадан алынбай тұр. 2 шай қасық сүт құйдық. Енді жақсылап араластырып жібереміз. Сосын жаңағы нанымыздың бетіне жағамыз. Жақсылап тұрып. Жұмыртқамыз жағып алдық. Енді бетіне кішкене сән берсін деп осындай із саламыз. Салмасаңыздар да болады. Менше кішкене піскен кезінде әдемі көрінетін сияқты. Сондықтан да осылай алдын ала қызып тұрған пешімізге 160-170 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Сәлеметсіздер ме маманың сүйікті көрермендері? Бүгін осындай сұлулықтың дәмін сіздермен бірге көретін боламыз. Мен көрермендеріме жаңа піскеннен кейін түсіріп көрсеткен жоқпын, себебі кішкене ыстықта болғаннан кейін суысын деп. Вау. Арасына енді кез келген нәрсе салуға болады деп айттық қой, көрсетейін. Қатпар ғой енді. Ашып қолмен бір көрсетіп жүрейін. Жуан тұзы қандай екен? Жуан тұзы кішкене салынған. Ыстық енді. Кел жаңа көрсете ғой, жақындап көрсетейін. Қатпар болған, жіңішке жұқа, әдемі керемет. Көрдіңіз, слой. Түрі бойынша 10-нан 10 балл. Енді дәмін қазір көреміз. Қонақтарға бәріне ұялмай қоюға болады ма? Іші солай есті екен. Ас болсын ыстықта енді байқайсыз. Мен эксперт ретінде бағалап отырмын ғой жаңа. Күштіген енді түрі. Астында көрсетіп жүрейін, қалай піскенін, асты да әдемі піскенін. Сармаймен жаман болады деп айта алмаймын, енді жасап көріңіздер міндетті түрде. Ашасы күшті өткен жоғымен. Тәтті салуға да болады ғой ішіне. Мен ойлағым вообще жұмыртқаны салса андай араластырып, сковородкаға пісіріп, фарш салса, сиыр салса, фарш салса, вообще бомба болған деп тұрмын. Күшті екен үстінде да. Енді былай для разнообразия. Балаларға да жеуге, майлы деп ойламаңыздар, егін сармайы, егер де пайызы жоғары май болса, онда дымдас. Жуасын көбірек қылып салдым, дәмді болсын деп. Ал не дәмі күшті екен. Ерекше, күнделікті обычно еттен өзгеше, дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып,
мамаға подписка жасап кетіңіздер. Сау болыңыздар.